Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан барын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Дәрігерлер 7 күн комада болған баланың өмірін сақтап қалды. Бала сәтті операциялардан кейін комадан толығымен 7-ші күні шықты деп хабарлайды Бақ-Казы. Сортиба ауылында маусым айының басында 2 жасар бала тереңдігі шамамен 2 метр бетон құдыққа құлап, есінен танып қалды. Туыстары Қордай ауданының орталық аудандық ауруханасына жеткізді. Мидың компьютерлік томографиясынан кейін шұғыл түрде зардап шегуші реанимация бөлімшесіне емдеуге жатқызылды. Ашық бас мидың жарақаты, 3-ші дәрежелі мидың соғылуы, сол жақ төбесі мен оң жақ желке аймағындағы эпидуралдық қан құйылу. Бас сүйегінің негізінде ауысынуы мен оң жақ төбе сүйегінің жабықсынуы, коронарлық тігіске ауысуы мен сол жақ самай сүйегінің жапық сызықшасынуы. Санитариялық авиация желісі бойынша сол күні Жамбыл облыстық көпбейінді балалар ауруханасының нейрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі Саят Жұмабаев пен анестезиолог Қалдыбек Үсенбаевтан тұратын облыстық орталықтан дәрігерлер бригадасы шақыртылды. Сәтті операциялардан кейін аздап оң динамика байқалды. 3-ші дәрежелі комадан шыққан бала 2-шісіне өтті, ал 7-ші күн ол комадан толығымен шықты.